Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар. Есімім Дылмұрат, математика пәнінің мұғалімі боламын. Бізде бүгін мынандай бір есеп, қатардың қосындысын есептеуіміз керек екен. Бұл қатарды жалпы осындай қатарлардың қосындысын қалай шығаруға болады деген сұраққа жауап беріп кетейін. Мысалы, 1 бөлінген b көбейту a формасында келетін болса, біз бұл бөлшекті түрлендіруімізге болады, яғни егер мына v минус a мен v минус a-ны жоятын болсақ, бастапқы берілген шығады. Алайда біз мына өрнекпен жұмыс жасаймыз да, мынаны жақшы сыртына қояйын. Так, сонда бізде және мынандай амал орындап кетіп тұрмын бұл жерде. Егер v бөлінген av минус s болатын болса, оны жаза аламын мен, бөлек-бөлек жазу болады. v av минус s av деген сияқты. Енді v мен v-ны жою, сол бұл жерде қарасақ, v мен v-ны қысқарту арқылы, a мен a-ны қысқарту арқылы мынандай бір форма аламын. Так, осы жерде осындай түрлендіруге болады. Біздің есептеде де дәл осы нәрсені пайдаланып кетейік. Мен дәл 5 минус 1 мына тұрған нәрсеміз 5 минус 1 бөлінген 5 минус 1 тұр. Содан бұл жерден 5-тен 1-ді азайтсақ 4 шығады. 4 пен 4-ті жоятын болсақ, бастапқы мына өрнек шығады, мына сан шығады. 9-дан 5-ті азайтсақ 4 шығады. 4 пен 4-ті жойсақ, мына екінші тұрған сан шығады. Осылай жазып шығамыз 1001-ге дейін болған сандарды, яғни мына көп нүктенің орнына ол 1001-ге дейін жалғасқан деген. Енді барлығында бар 4-тен 1 деген санды жақшы сыртына шығарайын. Жақшаның сыртына шығарып жазайын. Қалған, яғни мына жерде мына a көбейту b плюс v көбейту s. Яғни барлығында бар санды жақша сыртына жаза аламын, a плюс s. Енді 4-тен 1-ді жақша сыртына қояйын. Ендігі мәселе, мына амалды орындауымыз керек. Мына форманы орындауымыз керек. Яғни бөлек-бөлек жазуымыз керек. Яғни мына тұрған қызылмен тұрғанда, мына жерге жаздым, жасылмен, мына жерде жасылмен жазылғаны мына тұр. 5 пен бөлшектің бөлімінде 5 пен алымда 5-ті қысқартатын болсақ, бұл жерде 1 шығады. Сосын 1 мен 1 қысқарса 1 ол қалады. 9 пен 9 қысқаратын болса, бөлшектің алымында 1 қалады. Мысалы 5 пен 5 қысқаратын болса 1 қалады. Осылай қысқартуға болады. Яғни v мен v-ны a мен a-ны қысқартқан сияқты 13 пен 13-ті қысқартамыз. Бұл жерде 1 қалады. Осылай 9 пен 9, осылай 1001-ге дейін қысқарады. Бұл жерде 1, 997. Соңғы кезде бізде мынандай есеміз осы түрге түрленеді. Енді қарайтын болса, минус 5-тен 1 мен плюс 5-тен 1-ді ықшамдап жіберуге болады. Минус 9-дан 1 мен плюс 9-дан 1 ықшамдалып кетеді. Осылай бірінші тұрған сан мен соңғы тұрған сан қалады. Қалғандарының барлығы жойылып кетеді. Енді жойылғаннан кейін бізде мынандай сан қалады. 4-тен 1 көбейту, бірінші санымыз 1, минус 1001-ден 1. Ортақ бөлім береміз. 1001-ден берсек, 1001-ден 1-ді азайтсақ, 1000 қалады. 14-ке бөлетін болсақ, 250 бөлінген 1001 деген жауапты алады екенбіз. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сұрақтар болса комментарийда күтем. Лайк басып, қолдау көрсетіп отырайық. Рахмет.